Құрметті оқушылар, келесі комбинаторикалық есептің шешуін қарастырайық. Бізде 8 карточка бар. 8 карточкада 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 цифрлар жазылған. Яғни 2 деген цифр бізде 2 рет жазылған. 2 карточкада жазылған. Осы карточкалардан 15-ке бөлінетін әртүрлі 7 таңбалы сандарды неше әдіспен құрауға болады деп сұрап тұр. Так, бізде 15-ке бөліну қажет. 15 дегеніміз бізде 3 көбейту 5 деген сөз. Яғни 15-тің 2 жай бөлгіші бар, 3 пен 5. Яғни 3 пен 5 олар өзара жай сан болғандықтан, онда мысалы А деген сан 3-ке де бөлінсе, және А деген сан 5-ке де бөлінсе, онда бұдан шығатын қорытынды А деген сан бізде 15-ке бөлінеді. Яғни біздің санымыз 3-ке де 5-ке де бөліну керек. Так, 3-ке бөлінгіштік қасиет бойынша, егер А деген санның цифрларын қосындысын SA деп белгілесек, онда егер цифрларының қосындысы бізде 3-ке бөлінсе, онда бұдан шығатын қорытынды А деген сан ол да 3-ке бөлінеді деген сөз. Немесе керісінше, егер сан 3-ке бөлінсе, оның цифрларының қосындысы 3-ке бөлінеді деген сөз. Так, карточкаларда жазылған цифрлардың қосындысын табайық. Яғни 0, 1, қосылған 2, қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5, қосылған 6. Так, қаншаға тең болды бұл бізде? 10 болады, 15. Так, 20, 23, Так, қателеспесем 23 болып тұр. Так, бізде карточкалардағы сандардың қосындысы 23 болып тұр, ал 23 бізде 3-ке бөлінбейді. 3-ке бөлгенде бізде ол 2 қалдық береді. Яғни ол бізде 2 қалдық берсе модуль 3 бойынша, онда біз осы 8 карточкалардан 3-ке бөлгенде қалдығы 2 болатын сандарды алып тұстауымыз керек. Карточкаларды алып тұстауымыз керек. Яғни ол 2 жағдай. Не біз 2 деген карточканың біреуін алып тастаймыз, немесе 5 деген карточканы алып тастауымыз керек. Яғни 23-тен егер 2-ні азайтсақ 21 болады, сонда ол 3-ке бөлініп тұр. Немесе 23-тен 5-ті азайтсақ, онда бізде 18 болады. Яғни біз 2 деген карточканы алып тастаймыз, немесе 5 деген карточканы алып тастаймыз. Осы 2 жағдайды да қазір жеке-жеке қарастырып шығайық. Так, бірінші жағдай, егер біз 2 деген карточканы алып тастасақ біреуін, онда бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген карточкалар қалады. Бұлардың қосындысы 3-ке бөлінеді. Енді бұл қосынды 5-ке бөліну үшін 2 жағдай болуы мүмкін. 5-ке бөлінгіштік қасиет бойынша, егер соңғы орында 0 тұрса, ол 5-ке бөлінеді. Онда алғашқы 6 орынға, яғни алғашқы 6 орынға біз 1-ден 6-ға дейінгі цифрларды қойып шығамыз. Ал 6 цифрды біз 6 факториал әдіспен орналастыра аламыз, яғни бізде бұл жағдайда 720 әдіс бар. Екінші жағдай, егер біз 2 деген карточканы алып тастасақ, және соңғы орынға 5 деген цифрды қойсақ, онда алғашқы 6 орынға біз қалған цифрларды қойып шығуымыз қажет. Бірақ бұл жерде ескертетін нәрсе, біз бірінші орынға 0-ді қоя алмаймыз. Яғни бірінші орында 0 тұра алмайды. Онда ол 6 таңбалы сан болып кетеді. Ол үшін қалай есептейміз? Ол үшін егер біз алғашқы орында 0 болатын жағдайда, онда біз оларды әдістер саны 6 факториал болатын еді. Ал егер бірінші орында 0 тұрса, онда алғашқы қанша жағдайда бірінші орында 0 тұрады? Оның саны 5 факториалға тең. Яғни мынау 5 орында 5 цифрды біз 5 факториал әдіспен қоя аламыз. Яғни 5 факториал әдісте бірінші орында 0 тұрады деген сөз. Түсінікті, яғни біз 5 факториалды азайтуымыз қажет бұл жерде. Яғни 5 факториал жақшаның сыртына шығарып жіберсек, онда бізде 6 азайту 1 болады. Яғни 5 көбейту 5 факториал, яғни 5 көбейтілген 120. 5 көбейтілген 120, бұл жағдайда бізде 600 нұсқа бар. Так, осы жері түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни біз егер тағы да бір рет түсіндіріп өтейін, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Міне 5 бізде соңғы орында тұр. Қалған осы цифрларды біз 6 факториал әдіспен орналастыра аламыз. Сол әдістердің ішінде 5 факториал әдіс ол
бірінші орында 0 болатын әдіс, яғни біз оны алып тастауымыз керек. Так, үшінші жағдай, бізде 5 деген карточканы алып тастаймыз. 5 деген карточканы алып тастаймыз. Онда бір ғана нұсқа болады, соңғы орында 0 тұрады. Сонда біз алғашқы 6 орынға, мынау алғашқы тұрған 6 орынға 1, 2, 2, 3, 4 және 6 деген цифрларды орналастыруымыз қажет. Бұл жерде 2 деген цифр бізде 2 рет қайталанып тұр. Сондықтан 2 факториалға бөліп жібереміз. Яғни 6 цифрды 6 факториал әдіспен орналастырамыз. Бірақ 2 деген цифра 2 рет қайталанып тұрғандықтан біз оны 2 факториалға бөліп жіберуіміз керек. Яғни 720-ны 2-ге бөлеміз. Сонда 360 болады. Так, сонда бізде барлық нұсқалардың саны. Так, 720 шықты мына жерде. Мына жерде 600 және мына жерде 360. 720 қосылған 600 қосылған 360. Сонда бізде жауабы 1680 болды.